мынаны мен енді связьға шықпай жатырмын. Мен связьға шыққысы келмейді. Мен бұған инстаграмға да жаздым, ватсабына да жаздым. Тияс, ақыр маған артымнан сөйлеп атсың, кездесейік, бетіме айтшы дедім. Айтқысы келмейді. Қашып жүр. Полностью қашып жүр. Общий знакомыйларға да айтып атырым, пожалуйста, Диасқа айтыңдар, связьға шықсын. Шықпайды. Ақыр шықпайды екен связьға. Ақыр айтты ғой енді айтатын нәрсесін интервьюға. Болды ғой. Теперь только, пожалуйста, осы бүкіл айтқан нәрсеңді фактпен защищать етсең қалай қарайсың? Диас, мен саған официально екі предложение жіберіп жатырмын. Екі предложение. Біріншісі, екеуміз кездесейік та подкаст түсірейік. Сен айт, сен не задевать еткенін. Мен айтайын, полный история не отқан. И сөйтіп көрейік, ел не дейтін. Жарайды бірақ, жарайды. Үйтіп подкаст жасамай ақ қояйын, сен маған популярностьті беріп жібересің. Құрсын, не істеймін мен сенен популярностьтіңді алып, сен аудиторияңды алып, не істеймін, бітейік онда. Төбелесейік екеміз. Реально төбелесейік екеміз. Без прикола. Камерасыз, несіз, просто по разу шыға салайық. Қалай қарайсың? Рингтің ішінде по правилу. Жоқ, олай болмайды, жарайды, олай болмайды. Сен кішкентай кезіңнен енді қыздармен өсіпсің. Хотя мен де қыздармен өскем, туылмай жатып әкем қайтыс болып кеткен. Мен чисто вот, хотя Диастың әкесі бар, әкесі болған күннің өзінде осындай болып жүр ғой. Менде мамам ғана бар, қарындасым мен апам ғана бар. Сенде хотя бы екі папаң бар. Екі папаңа айт сен. Маған төбелесуді үйретіңдер де. Мен барамда өзімнің мамашкама айтам. Менде мамашка ғана ғой. Мамашкама айтам. Төбелесіп үйретші дейм. Сөйтіп та шығайық екенбіз. Олай болмаса, без камеры кездесіп сөйлесейік. Қалай қарайсың? Маған популярны, или битик. Мені қайттан популярныға жіберіңдерші. Қайттан на хайпе болайыншы. Клянусь, әрбір интервьюға барып ақырындап Диастың көтін ашып отырам. RFC-ға ма, далада төбелесеміз ба, маған бәрібір төбелессек болды. Диаспен реально шығып, бір төбелесіп алсақ, маған сол жеткілікті. Все, жетеді. Өтініш. Тока, шықшы. Шықшы на связь. Солай енді. Жігіттерің солай. Ары қаратай көруге желание жоқ. Примерно өздерің түсініп отырсыңдар.